Қайырлы күн, құрметті достар, кез келген егемен елдің рәмісі болатыны секілді өз валютасының болуы да заңды. Валюта мемлекеттің тарихын тікелей баяндайды, заманауи саяси экономикалық жағдайын және жаһандық дәрежесін сипаттайды. Біздің ұлттық валютамызды жариялап, оны айналымға түсіру тәуелсіздіктің басты қадамдарының бірі еді. Ал теңгенің айналымға түсуі егеменді Қазақстанның қаржылай да тәуелсіз екенін тағы бір жария етуі болатын. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге 1993 жылы 15 қарашада айналымға енді. Ал 1997 жылы 13 қарашада Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз жарлығында алғаш теңгенің айналымға түскен күнін ұлттық валюта күні деп жариялады. Елдің егемендігін жаңа жар салған аумалы төкпелі уақытта төл теңгемізді дүниеге әкелу тәуекелді қадам болатын. Мемлекеттегі экономикалық қиындыққа қарамастан қазақ ұлтының тұңғыш валютасы жарық көрді, тәуелсіз елдің айналымына түсті. Осылайша қазақ даласының ұлы тұлғалары Әл-Фараби, Абай, Жамбыл, Сүйінбай, Шоқандарды бейнелеген алғашқы Қазақстан Республикасының теңгелері жарыққа шығып, айналымға түскені шын тәуелсіздіктің көрінісі болды. Теңге еліміздегі алғашқы ақша емес, ежелгі Қазақстан аумағында ақша бұдан көптеген ғасырлар бұрын пайдаланылған. Сырдарияда отырар алқабында түркі билеушілері, ал Жетісуда түргештер 7-8 ғасырларда өз ақшаларын шығарған. Отырар мен Испиджаб монет сарайлары жұмыс істеген. 10 ғасырлардың ортасы мен 8 ғасырларда қалалар тез өсіп, тауар өндірісі мен сауда көлемі ұлғая түсті. Ұсақ бөлшек саудада көбіне мыс фельстер қолданылды. Алтын монеталарда айналымға түсті. Бірақ ол саудада дара түрінде ғана емес, салмағына қарай пайдаланылды. Монетаны қажетіне қарай кесектеп сындыратын болған. Бұлардан басқа Қазақстан қалаларында саудада Самарқан, Бұхара, Ташкент монеталары негізінен мыс динарлар пайдаланылды. Күрделі 20 ғасырда Қазақстан біртұтас рубль аймағына кірді. Бұл 1993 жылдың қараша айына дейін Қазақстан тәуелсіз ел атанғанға дейін жалғасты. Ұлттық валюта атауын таңдау көптеген қайшылықтар тудырды. Алтын, ақша, тәнга нұсқалары болды. Бастапқыда қазақстандық валютаны сом деп атау жоспарланған. Өйткені кеңестік рубль банкноттарының қазақша аудармасында солай көрсетілген еді. Алайда 1993 жылы қырғыз сомы енгізілгеннен кейін Қазақстанда теңге атауына ие болды. Бұл орта ғасырлық түріктердің денге немесе тәнга күміс монеталарының тарихи атауы. Бұл атауды академик Сауық Тәкежанов ұсынды. Оның 100 еселенген бөлшегі тиын деп аталады. Бүгінде ұлттық валютаның өзіндік белгісі бар. Теңгенің көрсетілген графикалық бейнесі транскрипциядағы Т дыбысын білдіретін ежелгі түркі алфавитінің белгісі болып табылады. Одан теңге сөзі басталады. Сонымен қатар тәңірі, яғни барлық түркі халықтар үшін қасиетті болған аспан бейнесін бейнелейтін құдай. Символ ақша бірлігінің тұрақтылығы, жоғарғы әлеуеті, Қазақстанның ұлттық экономикасының даму және өсу динамикасын білдіреді. Республикада ақша айналасындағы монетамен қатар мерейтойлық және ескерткіш монеталар да қолданылады. Мерейтойлық және ескерткіш монеталар оларда белгіленген құнға сәйкес төлем қабілетіне ие, бірақ олар негізінен мәдени ағарту мақсатында шығарылған. Әдеттегідей олар қатаң шектеулі таралыммен шығарылады және Қазақстан Республикасының аумағында және шет елдерде коллекциялық құнымен сатуға арналған.